Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Quizgen AI платформасымен танысатын боламыз. Егер де сабақтарыңызда мәтіннен тест құраудан қиыншылықтар көріп жатсаңыздар, онда бұл платформа сіздерге таптырмас көмекші. Онда жалғастырайық. Quizgen AI платформасын браузерімізден ашып аламыз, сайтымызға кіреміз, және де төмен түсіп старт батырмасын басамыз. Алдымызда Home терезесі ашылады. Төменге қарай түсіп, біз енгізу жолағына өзіміздің мәтінімізді енгіземіз. Мысалға, сіздерде сабақ тақырыбында робототехника дегеніміз не деген тақырып болады. Сол жайында робототехниканың барлық мәліметтері қолдарыңызда бар. Сол мәтінді алып, енгізу жолағына енгізесіз. Төменгі жағында сұрақтың типін таңдап аласыз. Мысалға, біз true false таңдаймыз. Я немесе жоқты. Келесі бізде question codes. Бұл бізде қанша сұрақ болу керек. Мысалға, сіздер 7 сұрақ қаласаңыздар, 7 санын таңдайсыздар. Және де бізде сұрақтың қиындық деңгейі бар. Оңай, орташа және ең қиыны. Біз мысалға орташасын таңдаймыз. Және де submit батырмасын басу арқылы біз өзіміздің сұрақтарымызды генерациялауға жібереміз. 1-2 минут ішінде дәл осы терезеден біз дайын сұрақтарымызды аламыз. Байқасаңыздар, бізде барлық сұрақтарымыз шыға келді. Орташа деңгейлі робототехника мәтіні бойынша жасалынған тест. Жоғарыда show answers батырмасын басу арқылы біз дұрыс жауабын біле аламыз, немесе өшіре аламыз. Егер де сұрақтың мәтіні сіздерге ұнамай жатса, немесе өзгерісті талап етіп тұрса, edit батырмасын басамыз. Төменге қарай түсіп, сұрақтарымыз өзгертіп аламыз. Дұрыс жауабын таңдап аламыз. Болмаса, мүлдем жойып жібереміз. Осылайша өзгерістер енгізгеннен кейін сіздер экспорт батырмасын басу арқылы өздеріңізге қажетті форматта жүктеп алсаңыздар болады. Жүктелген файлымызды ашып көрейік. Барлық жасалынған тест сұрақтары жауаптарымен бізде көрсетіліп шығады. Осылайша біз Quizgen AI платформасымен танысып шықтық. Бұл мұғалімдерге де, оқушыларға да таптырмас көмекші екеніне көз жеткіздік.